Анарқаның бірінші қояйын деген сауалым, жалпы қазақ мына 20 ғасырдың басында үш әліпбиді ауыстырған халық. Жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы, одан кейін латын әліпбиі, сосын кириллица. Енді қайтадан ауыстырайық деген бір әңгіме жүріліп жатқалы біраз уақыт болды. Жалпы сіз қалай ойлайсыз? Жалпы бұл әліпбиді ауыстырудың қажеттілігі бар ма? Бірінші сауал. Бұл әліпбиді ауыстыруға егер біздің тіліміз осы күнге дейінгі тарихи себептермен байланысты қатты мысалы басқа тілдерде өзгеріске ұшырайды. Солар сияқты бір эволюциялық жолмен өзгеріске ұшыраған болса, эволюциялық жолмен, онда біз бұндай мәселені тілтанушы ғалымдар көтермес деген. Бірақ жағдай енді тіл мамандары болған соң біздің ғалымдарымыз, тілтанушылар тілдің қазіргі ахуалын түгел қадағалап, бақылап отыр ғой. Қай кезеңде де осы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білім институты құрылғаннан бері тіл ғылымының негізгі көздегенде мақсаты да ұлттық тіліміз қазақ тілінің жағдайын, жай-күйін барлап қадағалап, онда болып жатқан тенденцияларды тіркеп, тілдің ары қарай даму үшін, болашақ үшін қажетті дүниелерді нормаға енгізіп, қажетсіз дүниелерді тілде пайда болады кейде қажетсіз дүниелерді, оларды керісінше тіркемей, олардың қате екенін көрсетіп отыр. Ол жалпы тіл білім институты ғалымдарының міндеті ғой. Сонда енді қарап отырсаңыз, тәуелсіздік алғаннан кейін 90-шы жылдардағы қазақ тілінің ахуалын саралаған ғалымдар, соның ішінде біздің үлкен ғалымымыз, академик Абдуали ағайымыз осы мәселені көтерді. Неге көтерді? Дәл осындай орыс тілінің де орфографиялық сөздігі бар. Бұл сөздік жазу нормаларын көрсететін сөздік. Енді осы сөздікте 5000-нан астам сөздің орфограммасы қазақ тілінің емле ережелерінің негізінде емес. Бірақ бұл қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Мысалы, сіз онда ашасыз, мысалы, дәруіш, кез келген бетін ашып оқып отырмын ғой, дәмсіздік, дәм татымдық, дәм тұз, бұлардың барлығы қазақ емлесі бойынша жазылып тұр. Ал енді, мысалы, әсіресе к-да, и-де осындай сөздер көп бар. Ал енді, мысалы, кабин, кабина, кабинет, кавалерия, кагор, карате, телефон, карбит. Міне көрдіңіз ба? Осы сөздердің барлығын жазу үшін қазақтың баласы, біздің өзіміздің кішкентай бүлдіршіндеріміз орыс тілінің емле ережелерін білуге тиіс. Дауысын өшіріп тастайсыз ба? Орыс тілінің емле ережелерін білуге тиіс және мәжбүр. Енді жарайды, кеңес өкіметінің тұсында біз тарихтың сондай жағдайда болдық, біз кеңестік жүйенің отар елі болдық. Сол кезде біздің жаңағы әліпби мәжбүрлі түрде ауысты дейсіз ғой. Мәжбүрлі түрде бізді кириллге ауыстырды, жақсы мақұл ауыстық. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін сол кириллдің өзін түзетіп, сол жердегі жаңағы этажерка деген ені, сол жердегі жіңішкелік белгісі деген ол орыс жазуының нормасындағы дүние. Ол орыс тілінде мысалы дыбыстық жүйесінде олардың дауыссыздардың екі түрі болады. Жуан дауыссыз болады, және соның жіңішке дауыссыз болады. Ол екеуі кәдімгі бөлек-бөлек дыбыс. Ол екеуі сөздің. Оларда жуан жіңішке дауысты деген бар ма? Оларда жуан жіңішке дауысты деген жоқ. Содан кейін олар жіңішкелік белгіні қолданған ғой. Оларда керісінше жуан және жіңішке дауыссыз бар. Қазақ тілінде сөзді басқарып тұратын дауыссыздар емес. Қазақ тілінде сөзді басқаратындар дауыстылар. Біздегі дауыстылар жуан болса, айналасындағы дауыссыздар соған икемделіп жуан айтылады. Дауысты жіңішке болса, айналасындағы дауыссыздар жіңішке айтылады. Орыс тілінде керісінше. Енді сонда мына қараңызшы, мына қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Ал енді жаңағындай сөздер біздің тілімізге орыс тілінен күнде-күнде еніп жатыр. Себебі ол өмірдің заңдылығы. Біз ол орыс Біз тек қана орыс тілінен емес, қазір ағылшын тілінен де көптеген сөздерді алып жатырмыз. Өйткені ғаламдық тіл қазір ағылшын тілінен енген сөздердің легімен орыс тілінен еніп жатқан сөздің легі салыстыруға келмейді. Енді ол қазір қалыптасқан біздің қауымдастықтағы геосаяси жағдайға байланысты жағдаят. Енді бірақ болашақта ағылшын тілінен де тікелей қазақ тіліне сөздер енеді. Қай кезде? Ағылшын және қазақ тілді
орта қалыптасқанда ол келе жатыр оған. Енді қараңыз, сонда мысалы біздің ғалымдарымыз 90-шы жылдар неге латынға көшу мәселесін көтерді? Олар егер біз жаңа әліпбиге көшсек, мынау жаңа мен айтып өткен кириллдегі бас артық таңбалардан арылсақ, онда біздің жазуымыз сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да өзінен өзі шет тілінен, әсіресе орыс тілінен енген сөзді қазақтың сөзінің тұрқына ұқсатып жазуға жол ашады деді. Бірақ қазіргі мынау латынға көшкеннен қорқып жүрген адамдардың айтатыны, біз өзімізге тән 9 дыбыс бар ғой, жаңа 9 әріп бар, содан айырылып қаламыз деп жүрді. Аңнан мүмкін болашақта айырылып қалатын шығармыз дейді. Өйткені жаңа сіздердің ұсынып отырған таңбаларыңыз жаңағы бір қазірдің өзінде ыңғайтатын ұрпақ қалмай бара жатыр ғой. Немесе у мен үден айырылып қалуымыз мүмкін дегенді айтады да, сіз бұған не дейсіз? Мысалы, мына ұсынылған әліпби жобасы, бұл бүгінгі күнге дейін осы реформада бірнеше әліпби халыққа көрсетілді ғой енді. Соның ішіндегі ерекше жоба, өйткені оны әзірлеген тілтанушы ғалымдар. Тілтану деген ол енді қарапайым жұртшылық лингвист десе болды, оның барлығы тіл маманы бітті, сол кез келген лингвист әліпбимен айналыса алады деп ойлау мүмкін. Шын мәнінде кез келген лингвист әліпбимен айналыса алмайды. Өйткені бұнымен айналысу үшін жазу мәселесінің төңірегіндегі өзі тілтанымның саласында біраз еңбектену керек. Ол қандай салалар? Ол фонология, ол фонетика, ол грамматология, ол тіл мәдениеті және ортологиялық кодификация дейді. Ортологиялық кодификация деген, тіл деген ол біз ойлағандай бір қатып сеніп қалған дүние емес. Ол өте тірі, өте ерекше қозғалыстағы дүние, ол үнемі қозғалыста болады. Бірақ соның қазіргі уақыт кесіндісінде, қазіргі қоғамның санасында ыңғайлы нормаларын анықтап, тіркеп, мынандай сөздік шығару бұл үлкен ғылымды қажет етеді. Соны мен айтып отырған осы нәрсені ортологиялық кодификация дейді. Сол бізде қазақ жазуында ортологиялық кодификация, жалпы тіл мәдениеті, осы жазу мәдениеті өте мықты дамыған. Өйткені оның бастауында Ахмет Байтұрсынов отырған. Сол кісінің қалап кеткен жаңағы ғылыми негіздері әлі күнге дейін дәстүр сабақтастығымен жалғасып келеді. Мысалы, біздің Рабиға апайымыз қалыптастырған осы бағыттағы жазу теориясына қатысты, жаңағы кодификацияға қатысты лингвистикалық мектеп мақтанып айтуға болады. Тілтанымдық басқа түркі тілдерінің саласында мықты. Осы ұсынып отырған әліпби енді мен жаңағы айтайын дегенім, жаңағы ұсынып отырған әліпбиде жұрттың алаңдаушылығы дұрыс, бірақ ол жерде қазақтың төл 28 дыбысы түгел қамтылған. Еш қайсысы құрып кетуіне, осы әліпбидің кесірінен құрып кетуіне қаупі жоқ. Енді сіз айтып отырған ыңның мәселесіне ешқандай әліпбидің қатысы жоқ. Мысалы, кирилл графикасында ың деген дыбысқа арнайы таңба бар. Оны мына құйрығын бүйтіп қайырып тұрып жазамыз. Ал оны айтпаудың себептерін біз қазір іздестіріп, соны зерттеп жатырмыз. Оның ғалымдарымыз бірнеше себебін көрсетіп отыр. Ыңды дыбыстамаудың. Бірінші себебі өзі ың жалпы тіл арты дыбысына жатады. Тіл арты, көмей дыбыстары жалпы лингвистикалық универсалды үрдіс тұрғысынан қарасаңыз, бір көне сипатқа ие олар. Олар ең алғашқы пайда болған дыбыстардың категориясында. Мысалы, түркі тілінде ың болған екен, бірақ қазір жоқ. Украин тілінде болған, қазір жоқ. Бізде де болашақта болмауы да мүмкін. Бірақ енді бір қызығы қараңыз. Ата түркі тілі деген ғалымдардың анықтаған моделі бар. Біз көне қазіргі түркілердің кезінде бір ғана не болды, бір ғана қауымдастық болған кезінде барлығы бір тілде сөйледі ғой. Тіпті керек десеңіз, үнді Европа тілдерінің де ата тілі бар. Ол ата тіл, үнді Европа тіліндегі ата тіл. Қазір ғалымдар анықтаған санскрит деген грамматика, сол үнді Европа тілдерінің ата тіліне ұқсас деп болжап жүр ғой. Сол сияқты, енді сол түркі тілдерінің ата тіліндегі дыбыстық қорды түркі танушы ғалымдар қалпына келтірген модельдеп. Сонда жаңағы мысалы түркі ата тілінің дыбыстық қорындағы дыбыстар
әрбір қазіргі мемлекет болып, ұлт болып қалыптасып отырған түркілердің тілінде әртүрлі болып көрініс тапқан. Мысалы, қазақ тілін ш езік, қазақ тілін с езік дейді, с тілі дейді. Ата түркі тіліндегі көне ш деген дыбыс қазақ тіліне келгенде қазір с болып ауысқан. Мысалы, күміш тоны көкте, қазақ тілінде күміс. Енді осы ыңды қараңыз, ың қазақ тілінде сол ата көне түркілік нұсқада сақталып қалған, ал басқа тілдерде ол ақырындап жойылған. Оның жойылуына сыртқы лингвистикалық факторлар мықты әсер етеді, кейде тілдің ішкі даму заңдылықтары да әсер етеді. Енді осы ыңды менің ойымша тілтанушы ретінде біз жоғалтпауымыз керек. Өйткені бұл біздің тілімізде ың. Не үшін жоғалтпауымыз керек? Бұл мықты қызмет атқарып орнығып алды, тамырын жайып алды десе де болады. Өйткені қараңыз, жаңа десеңіз етістік, бір нәрсені жаңа өту. Жаңа десеңіз сын есім, яғни бұл ың мағына ажыратып тұр. Енді қараңыз, барын немесе барын мен ғой енді. Соның өзінде екі түрлі мағына беріп тұр. Мүлдем екі түрлі мағына. Сосын грамматикалық форманы да ажыратады. Грамматикалық формаларды да ажыратады. Яғни біз егер ыңнан айырып қалсақ, бізде грамматикалық амонимдер мен лексикалық амонимдер көбейеді. Ал біздің тілде онсыз да амонимдер көп. Амонимі көп тіл басқа тіл елмендеріне үйрену үшін қиындау. Әрине, өз тіл елмендері үшін амоним көп болса да ол көп қиыншылық тудырмайды. Өйткені бала кезінен санасында қалыптасады ол. Сондықтан біз ыңға, міне сол себептен Есенгүл ханым біз ыңға өте бедерлі таңбалдық. Қараңызшы, мына қазір жұртшылықтың айтып отырғаны мынандай диакритика қоя салмайсыздар ма дейді. Ал енді біздің таңбамыз мынандай. Көрдіңіз бе? Міне қараңызшы, өзі ыңды айтпайтын адам делік, ондайлар бізде бар еді, бір өкініштісі. Осындай құбылыс бар бізде. Сонда ол өзі ыңды айтпайды. Мынандай ың жазылып тұрса, мысалы, мынандай ың жазылып тұрса, мынаның кескінін қараңызшы, мынаның кескінін. Бұны біз базалық графема дейміз. Базалық графеманың кескіні оның санасына келеді де қандай сигнал береді? Мынау тіл алды н деген сигнал береді. Ол өзін ыңды айтпайтын адам. Оның тілі артына жылжымайды. Ылғи ыңды н деп жүрген адам, ол енді бұны н деп айтатын болады, бұлай жазылып тұрса да, және осылай оны жазатын болады. Осы себепті ғана біздің ғалымдарымыз мына таңба керек деп тұр. Өйткені бұл тұтас таңба. Мынау тұтас таңба. Мынау таңба екі компоненттен тұратын таңба. Бірінші компонент, екінші компонент. Оның кинематикасы дейді. Кинематика деген қозғалысы. Оның қозғалысы да бұның екі компоненттен тұратынын көрсетеді. Мысалы, алдымен сіз қолыңызбен былай жазасыз, содан кейін оны былай белгілейсіз. Ал мына таңбаны жазғанда сіздің қолыңыз ешқандай да үзілмейді. Бұл енді қараңыз, және бұл өзі бүйтіп Жалғас Ертай деген журналист айтыпты, мына өзі күлкілі көрінеді деп. Сол күлкілілігі бізге керек болып тұр да оны. Өйткені мынау тұрғанда, мысалы, сіз оқып келе жатасыз, мысалы, мына жаңа деген сөз жазылып тұр делік, мынаумен жаңа деген сөз жазылып тұр. Сіз осыны оқып келе жатқан кезде, мынаны қараңыз, мынаны мен жаздым жаңа деп, енді жаңағы диакритикамен жаздым. Мынаны оқып келе жатқан кезде, мынаның тұрқын қараңыз. Мынаның тұрқы кәдімгі жаңа деген сөздің тұрқына қатты ұқсас. Ол өзі ыңды айтпайтын адам, бұл жерде мүдірмей оны н деп айта салады. Ал мұнда ол ойланады, мынау ың емес, мынау н емес деген оған сигнал барады. Бұл біріншіден. Екіншіден, мынаны неге ғалымдардың көпшілігі қолдады? Жасыратыны жоқ. Ғалымдар осы таңбаға келгенде екіге бөліндік. 3 жыл бойы осы таңбаның төңірегінде айтыс дау-дамайлар болды. Ол өте жақсы нәтиже берді деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім сыйлайтын құрметті үлкен ағаларым, әріптестерімнің ішінде мына таңбаны дұрыс деп санайтындар көп. Бірақ мына таңба жеңді. Неге? Өйткені былай, мына былай жазылуы, былай қайырылып жазылуы қазіргі кирилдегі ыңның тұрқына қатты ұқсайды.
әдістемелік тұрғыдан оны үйретуде жеңіл болады деп ойлаймын. Екіншіден, мынау тұтастан ба. Енді диакритика туралы айтайын. Диакритикалық таңбаларды әліпбиге алған кезде біз басшылыққа алған ең басты принцип статистика. Мысалы, егер біздің әліпбиімізде диакритикалық таңбалар ең жиі қолданылатын әріпке алынса, ол біздің әліпбиді өте қолайсыз жасайды. Енді мына аңға келейік. Ың жиілігі жағынан қазақ тілінде өте көп қолданылатын әріп. Былай қарасақ, сөз басында кездеспейді. Бірақ бұның сыры неде деп іздедік. Сөйтсек, біз институт сөз формалары жиілік сөздігін жасағанбыз. Қазақ тіліндегі, мысалы, бір бала деген сөздің қаншама формасы бар. Мысалы, бала, балаға, балада, баланың, баладағыдай, баладағымен, баласы, баласының, осылай кете береді. Сол формалардың бәрін тіздік те, ішіндегі ең жиі формаларды анықтадық. Сөйтсек, қазақ тілінде коммуникация барысында, мысалы, екеуміз сөйлесіп отырмыз ғой қазір. Коммуникация барысында ең жиі қолданатын грамматикалық форманың біріншісі ілік септік екен, екіншісі тәуелділік формасы екен, үшіншісі жіктік формасы екен. Ал енді қараңыз, ілік септігінде ың бар. Тәуелдіктің өте жиі коммуникация кезінде қолданылатын екінші жағы сенің, сіздің. Бірінші жағы да менің. Иә, менің. Біздің бәрі. Жоқ, тәуелдік менің кітабым, сенің кітабың. Сіздің кітабыңыз ыңы бар. Көрдіңіз бе? Жіктікте де сен студентсің, сіз студент, сіз дегенде енді жоқ, бірінші жағында бар. Яғни мынау ең жиі қолданылатын грамматикалық категорияның құрамында ың болғандықтан бұның жиілігі көп болып тұр. Сонда мәтінді жазып келе жатқанда үнемі үстінде біткен таңбалар болса, оқуға қиын болады деп ғалымдар соңында ақыры осыған тоқтады. Жақсы. Енді келесі бір дау тудырған таңбаларға көшсек, бұл жаңағы О, Ү, У. Осыған қатысты, мысалы, W-ді неге алмады деп айтып жатқан ғалымдар өте көп. Сіз бұған не дейсіз? Жақсы. Осындай сұрақтардың жауабын беру, тіл ғылымы, ол да ғылым саласы ғой, ол да физика сияқты. Біз үнемі қоғаммен байланысқа шығып отырамыз. Ғылыми мәселелерді жұртшылық түсінетіндей басқа кодификация жасап, жұртшылықтың санасына икемді мәтінмен береміз. Бірақ кейде осындай мәселелерді қарапайым түсіндіру қиын болады. Сондықтан қазір мен оны түсіндірмені бір ғылыми мәселелер болып жатса, өзіңіз сұрақ қойып анықтап аларсыз. Мысалы, мынандай ғой, қазір былай, бір әліпбиден екінші әліпбиге көшкенде сөзсіз қоғамда дискомфорт болады. Өйткені жазу деген ол енді қарсылас оппоненттеріміз маған қарсы шықса да айтайын, жазу деген ол ауыздан шыққан дыбыстың бәрін таңбалайтын құрал емес. Жазудың қызметі о баста шыққан кезден бастап ауыздан шыққан дыбысты таңбалау болса егер онда қазір даму жағынан, технология жағынан озық жапон жазуы неге дыбыстық жазу емес, иероглифтік жазу? Қытай жазуы неге дыбыстық жазу емес, иероглиф? Сіз өзіңіз жақсы білесіз, мысалы, мына бір ғана таңба джунго. Екі буыннан тұрады, 5 әріп. Жазуды тек қана ауыздан шыққан дыбыстың бәрін таңбалау, ауыздан шыққан дыбысты дұрыс жеткізу деп тек қана солай түсінуге болмайды. Ол бар, біз оған табан тіреміз. Өйткені біздің жазу тарихи себептермен дыбыстық әріптік жазу, біздің иероглифтік жазу емес. Сондықтан, бірақ кез келген жазу, дыбыстық әріптік жазу болса да, иероглифтік жазу болса да, олардың бәріне ортақ бір қасиет бар, ол сурет. Біз жазуды басында дыбыстармен үйренеміз, сонан кейін бізге жазуды түсіну үшін дыбыстың қажеті жоқ. Біз оны жаттап аламыз, сөздерді қармап, графикалық образымен оқимыз. Қармап оқимыз. Ал кішкентай кезімізде, енді үйреніп жүрген кезде, әрбір әріптің дыбысын айтамыз. Мысалы, мен балам оқығанда, мысалы, ны дейді, не болды десем, бөлге дейді. Көрдіңіз бе, ол сөздің ар жағындағы оның семантикасын түсініп тұр. Ол дыбыс сол жерде оған маңызды болмай тұр. Енді сол графика, образ жазудың тұрқы
адамға тез түсінікті болу керек. Және ол жазу не үшін керек? Ең алдымен ол адамның ойын жеткізу керек. Міне қараңыз. Міне алдымен адамда ой пайда болады. Сосын сіз ол ойды ауызбен дыбыстайсыз. Дыбыстау болады, енді осы дыбыстауды хатқа әрбір дыбысына жеке-жеке таңбалып хатқа түсіресіз. Жазу процесі жүреді, бірақ мына екеуінің арасында байланыс болғанмен, мынаның мақсаты мынау емес. Мынаны жеткізу ғой. Мынаны жеткізу. Неғұрлым тезірек, неғұрлым жеңіл жолдармен. Өйткені жазу о баста пайда болғанда экономикалық себептермен пайда болған. Қосөзен мәдениетінде ол туралы Нұргелді Уәлиев, профессор Уәлиевтің әліпби шежіресі деген мықты мақаласы бар. Енді қараңыз, бұл бір. Екіншіден, жазу ауыстырған кезде, әліпбиді ауыстырған кезде, алдында әліпбиді қолдан үйреніп қалған қауымдастықпен санаспаса болмайды. Өйткені ол әліпби дәл қазіргі кириллмен жазып сызылып қалған қауымдастыққа арналып отыр ғой. Оларды біз өзіміздің қазақтар ғой. Оларды қалай бүйтіп шеттетіп, өмірі кириллді білмейтін баланың, көрмеген баланың санасын ғана ойлап жасаймыз ба сонда? Ол өте қиын. Ол мүмкін емес. Ал егер қазір кириллді жазып сызып үйреніп қалған қауымдастыққа ыңғайлы әліпби жасап берсек, келесі ұрпақ кириллді қолдана алмайтын ұрпақ сол әліпбиді өзінің ыңғайына қарай үнемі түзетіп жөндетіп отырады. Ол өмірдің заңы ғой. Енді қазір бізден не сұрайды? Бізден кирилл дегеннің бәрін алып тастаңдар дейді. Түгелдей ала алмаймыз. Кириллдегі артық таңбаларды аламыз, бірақ кирилл графикасында қалыптасқан базалық нормалар бар. Жазудың базалық нормалары. Оны аламаймыз. Ол қандай норма? Мысалы, сіз қазір бүйтіп жазасыз, Су. Сөйтіп жазасыз. Ал бұны егер дыбыстық тұрғыдан талдасақ, бұл мен қазір дыбыстарды жазамын. Мынандай тік жақшаның ішіне дыбыстар жазамын. Транскрипция. С, О, сосын мынандай У бар. Мен мынаны дейін төбесін қайырып қойдым. Бұл дауыссыз. Қазақ тілінде У тек қана дауыссыз. Енді мысалы Әлімқан жаңағы Жүніс ағамыз айтады да. Мына ит деген сөзді қараңыз. Иә, жоқ, ол кісі айтады да, мына У деген бізде дауысты дыбыс жоқ дейді да. Ол дауыссыз. Анау алдындағыны біз ескермейміз дейді да, кириллица кезінде. Кириллица кезінде ғана емес. Бұл сіз қарасаңыз Байтұрсынұлының соңғы жазуларында да осылай. Алаш зиялылары бұл туралы да таласқан, өте көп талас болған, бірақ соңында бір таңбамен жазу керек деген ұсыныс дұрыс болып шыққан. Мысалы Жүсіпбек Аймауытовтың жазбаларын қарасаңыз, ол кісі өзі техникумда сабақ берген ғой, сонда айтады, балалар мына жерден көп қате жіберді дейді, былай жазған кезде. Ал енді осыны былай жазған кезде олар қате жіберген жоқ дейді. Міне қараңыз, егер біз ауыздан шыққан дыбыстың бәрін таңбалайтын болсақ, онда біз қазіргі жазуда мынаны былай жазамыз. Міне. Одан кейін мынаны былай жазамыз. Егер міне Әлімхан Жүнісбековтің, профессор Жүнісбековтің алфавиті бойынша болса, былай жазамыз. Енді маған қараңызшы, бұл бір ғана сөз. Біз әріптердің жиілігін алдық дедік қой сізге, Есенбек ханым. Мына әріптердің жиілігі сіз ойлағандай төмен емес. Қазақ тілінде бұлардың жиілігі өте жоғары. Иә, бұлар өте жақсы қолданылады. Өте жиі қолданады. Енді сіз ойлаңыз, әрбір уды екі таңбамен және W-мен, W деген екі таңбаның қосындысы өзі атында тұр ғой, W деген екі және U, иә? Енді қазақ тілі қандай тіл? Қазақ тілі агглютинативті тіл. Агглютинативті деген жалғамалы. Әрбір грамматикалық мағына қазақ тілінде бір буын немесе екі буын болып жалғанады. Кете береді сол. Мысалы, былай қарайшы. Мысалы, мына үйді қарайшы. Үй екі қаріптен, екі дыбыстан тұратын сөздер, жазбада екі қаріп. Енді осыны үйлеріміздегі, міне, мынаны жазсаңыз, бірақ мағына. Ал орыс тілінде осы үйлеріміздегідей дегенді, немесе ағылшын тілінде, орыс тілін білем, ағылшын тілін білем, үйлеріміздегідей десе, как в наших домах дей салады. Дамақ дегенде жалғау осыны, мынаның бәрін білдіріп тұр. Оны флективті тіл дейді. Орыс тілі флективті тіл. Қазақ тілі агглютинативті тіл. Біз бұны дұрыс емес демейміз. Бұл біздің тіл. Қандай болса біздің тіл. Бірақ енді қараңызшы, қазір ақпарат лек заманы. Ақпарат лек-легімен келіп жатыр. Тез арада ақпаратты қорытып, тез арада оған реакция білдіріп отыру керек. Жазу сол үшін керек. Енді сіз бір кезде аласыз да,
былай мысалы былай жазсам да сіз бір осылай дыбыстайсыз. Қалай жазсам да сіз былай дыбыстайсыз. Басқаша дыбыстамайсыз. Сіздің орфоэпияңыз бұзылмайды. Былай жазсаңыз да бұзылмайды. Енді осыны миға қолданыңызшы, мысалы. Мынаның қажеті не онда? Миға қолданыңызшы, мысалы. Не дейсіз? Ми. Ми Қазір балалар ми демейді, ми дейді. Қалайша мен сізге қазір көрсетейін. Иә. Ол ми деп айту, ол жазуға байланысты емес. Мысалы, сіздің өзіңізде мен жаңа байқап қалдым, кейбір дыбыстарды сіз жіңішке айтасыз. Мүмкін, иә. Қазір қазақ тілінде тенденция бар, жіңішкелу тенденциясы бар. Қазақ тілі қазір жіңішке болғысы келеді. Қазақ тілі қазір жуысыңқы болғысы келеді, тоғысыңқы болғысы келеді. Қа дегеннен гөрі хан айтқысы келеді. Бұл тілде болып жатқан процестер, ол жазуға ешқандай қатысы жоқ. Енді осы ми дегенді, мысалы, ми дегенді былай жазсаңыз да, оның нормасы, орфоэпиялық нормасы қай заманнан бері мынадай болып бекіген. Енді бұл жердегі мәселе, Есенгүл ханым, бұл әріптің мәселесі емес, бұл қазақ тілі пәнін оқытудың мәселесі. Мысалы, қараңызшы, сіздің өзіңіз ағылшын үйренген шығарсыз, мен де үйренуге тырысып көрдім. Озық тілдерді алсаңыз, оларда тіл пәні. Мына тілдің, мысалы, тіл ол адам санасында өмір сүреді. Ол қай жерден оны ұстаймыз? Оның екі түрлі өмір сүру формасынан ұстаймыз. Ауызша форма болады және жазбаша форма. Мысалы, адам деген нәрсе қайсы адам деген десе, міне еркек, міне әйел көрсетесіз ғой. Оның адамның өмір сүру формасы екеуі. Сол сияқты тіл ақиқат дүниеде ауызша формада және жазбаша формада өмір сүреді. Енді қараңызшы, біз қазақ тілі деген пәнді үйреткенде, оқытқанда, бүкіл бағдарламаларын қарасаңыз, біз мынаумен кетіп қаламыз ғой. Мынау мүлдем қалып қояды. Мысалы, кім кінәленді? Бұған біз осыны міне ғалымдар неше жыл бойы айтып жүрміз. Бірінші сыныптан бастап ауызша форманы қоса алып жүру керек. Ол үшін балаға сөзді жазып үйреттің ба, оның дыбысталуын үйрет. Сөйлемді жазып үйреттің ба, оның интонациясын үйрет. Тіркесті жазып үйреттің ба, тіркестің интонациясын үйрет. Міне осы ауызша форма қоса жүру керек деген бізде осындай ұсыныс бар. Енді мынаны ары қарай жалғастырайық. Мысалы, былай жазсаңыз да былай дыбыстайсыз. Былай жазсаңыз да былай дыбыстайсыз. Сонда мына W-дің қандай қызметі бар? Бұл не үшін керек? Енді жарайды, тіпті осыны алайық дедік. Өйткені ғалымдар арасында дау-дамай көйіп кетті. Жасыратын жоқ. Көздегеніміз қазақ тілінің болашағы ғой. Құрсын құрбандыққа барайық. Осыны алайық дедік. Жақсы, осыны алайық дедік. Енді былай айттық. Осыны ұсынып жүрген ғалымдарымызға, құрметті өзіміздің әріптестерімізге айттық. Ем ережелерін жасап беріңіздерші. Біз беттік, осы W-ды алайық, мақұл дедік, осы W-ды алайық дедік. Сонда, міне, біздің әріптестеріміз кейбір, барлық емес, мұны көпшілік қолдамайды, бір-екі адам ғана қолдайды. Мына W-ды алайық, бұл W қазақ сөздеріндегі, мен қысқарт жазайын, дауыссыз уды білдіреді дедік. Сөйтіп осылар өздері айтты, ғалымдарымыз жаңағы осыны ұсынып жүрген. Мына таңба уай қазақ сөздеріндегі дауыссыз иді білдіреді деді. Иді. Мақұл дедік, осылай алайық, онда емле ережесін жасап беріңіздер деді. Сосын осы алфавитті ұсынып жүрген ғалымдарымыз не дейді? Мына орыстың у әрпі бар ғой? Мынау әріптің таңбасы ғой. Осы орыстың у әрпін жазуда латынның ю әрпімен берейік деді. Сосын мен тура осылай орыстың и әрпін жазуда осылай латынның мынандай таңбасымен берейік деді. Бірақ о кісілер бедеді. Мына латынның таңбасы қазақ сөзінде мынаны білдіреді деді. Және мына латынның таңбасы қазақ сөзінде кәдімгі іні дегендегі іні білдіреді деді. Енді қараңыз, осыны түсініп алдыңыз ғой? Енді қараңыз.
сіз балаларға сабақ өтіп жатырсыз делік. Мысалы, мына сөзді жаздыңыз. Бала мынаны қалай оқиды? Тіре. Иә, бала оны тіреде оқиды. Ал бір бала ол мынаны біліп алған, оны тире деп оқиды ғой. Ал енді жарайды, мынаны қалай оқиды онда? Ура. А мен оны ұра деп оқимын мысалы. Көрдіңіз бе? Жалпы әліпбиде екі ұшлы оқылатынын таңба болмау керек. Ол бір қиыншылық. Екінші, біз айттық, мыналарды таратып жазудың ережесін жасап беріңіздерші дедік. Қараңыздар, мынандай мәселе болып тұр. Егер бұларды таратып жазатын болса, мынаны қараңызшы, бұларды таратып жазатын болса, мен мынаны қалай жазайын? Мынаны қалай жазайын? Мынаны. Оқу деген сөз бар ғой? Тасу деген сөз бар. Бару деген сөз бар. Осыны қалай жазайын? Таратып жазсам, егер таратып жазсам. Айтып беріңізші мені. Міне, қалай жазайын? О, Қ, сосын О, Қ, У, иә? О, Қ, Ы, сосын мына W, иә? Жарайды. Тасушы. Тасушы. Ол да солай жазды. Ал, жақсы. Тасуды осылай жазды, иә? Ал барушы. Естіліп тұр еді, по крайней мере. Бар Ы деп па? Бар бұл дейді. А онда мына жерге неге Ы жазамын? Тасуда Ы жазауға маған негіз бар. Өйткені мен айтам, түбірі тасы дейді. Е? Оқуда да әйтеуір негіз табалармын. Түбірі оқу деп. Ал мынаның түбірі бар ғой. Бірақ удың алдында Ы естіліп тұр ғой. Қазақ тілінде удың алдында да, артында да ешқашан Ы айтылмайды. Мынаның егер фонетикалық транскрипциясын жасасаңыз, оқу былай жасалады. О-ху. Тасу да осылай. Тасу. Ешқашан тасы у, оқы у деп айта алмаймыз. Мына у өзінің алдында тұрған қысаңды әрқашан еріндік қылдырып жібереді. Ана баруда да солай естіліп тұр. Баруда да сондай болады. Ал баруда да сондай болады. Енді қараңызшы, осыған қандай емле ережесін жасауға болады? Осыны біз айттық, сіздер осыны ұсындыңыздар ғой енді. Осыған емле ережесін жасап беріңізші, мына бірінші класстың баласы бас қатпай жазатындай. Емле ережесі берілген жоқ. Енді мынандай таңба ол кісілердің әліпбиінде бар. Таратып жазамыз дегенде жаңағы мәселені шешіп бермеді ол ғалымдар. Емле ережесін жасап берген жоқ. Енді W-ның тағы бір жері бар. Мына қараңыздар. Біздің қазақ тілінде қазір шет тілінен енген сөздерде кириллде у деген әріп бар. Сонда мысалы, мына мен кириллмен жазайын, міне. Кириллмен жазайын, уран деген сөз бар, е? Металдың аты, е? Сонан кейін мысалы, күнде айтып жүрген сөздер бар, мысалы. Организация деген сөз бар. Мысалы, боулинг. Ойнап көрген шығарсыз? Күнде осы қаланың қазағы осы боулингті білмейді десе енді. Мысалы, боулинг дейді, е? Содан кейін жаңағы тасуымыз бар. Е? Содан кейін енді осы жерде, мысалы, қараңызшы, енді осы жерде мына удың орнына бұл әліпби бойынша былай жазылады. Уран деп жазылады. Бұны екі түрлі оқуға болады. Өйткені ол әліпби бойынша мына таңбаның және тағы бір қызметі бар, ұны беру. Мен айтып отырған әріптестеріміз, жаңағы үлкен ағамыз, ақсақалымыз әліпханалардың әліпбиінде осылай. Бұны екі түрлі оқуға болады. Енді ол кісілер бүйтеді, бізге бүйтіп айтады. Онда тұрған несі бар дейді. Ертең қазақтың балалары, мысалы, универ деген, қысқартып жазайыншы, универ деген сөзді универ деп айтады. Неменесі бар онда? Тамаша. Қарсы емеспіз, қуанамыз. Ал кепілдік бар ма? Міне мен жаздым, былай жаздым. Осыны керісінше Нұр Сұлтан емес, Нұр Сұлтан деп айтпауына кепілдік бар ма? Оны қалай реттейсіз? Қандай ережемен реттейсіз оны? Ондай кепілдік жоқ. Енді боулинг дегендегі у туралы сөйлесейік. Бұл кісілердің ережесі бойынша шет тілінен енген сөздердегі у мына таңбамен жазылады дейді. Не? Онда мен боулингті былай жазады екен. Өзі ағылшынша осылай жазылмайды.
иә, осылай жазады екен. Ой, кешіріңіз, былай жазады екен. Былай жазады екен. Былай, өйткені ол кісілердің ережесі бойынша шет тілінен енген сөздердегі у осылай жазылады. Осылай жазылады. Ол кісілердің ережесі сондай. Ережесі емес, ана әліпбиіне берген ескертпесі. Ереже бұл кісілер жасаған жоқ. Ереже бұлерде мүлдем жоқ. Енді қараңызшы, мен бүйтіп жаздым. Енді мынаны жазғаннан кейін оны сіз қалай оқисыз? Мынаның екі мазмұны тұр ғой. Қалай оқисыз? Боулинг дейсіз ба, жоқ, боулинг дейсіз ба? Міне, боулинг деп те оқуға болады, боулинг деп те оқуға болады. Бұл сөзді сіз білгеннен кейін оны дыбыстап тұрсыз. Ал әліпби жаңа үйреніп жүрген бала бұндай сияқты қаншама сөзді қайдан біледі ол? Одан кейін әліпби жасағанда шет тілдік сөзде былай таңбалайсың, кірме сөзде төл сөзінде былай таңбалайсың деген ереже ол өте нашар нәрсе. Өйткені кішкентай бала қай сөздің өзінікі, қай сөздің өзінікі емес екенін білмейді. Енді тасудың жағдайын жаңа білдіңіз. Қалай жазатыныңызды әліпбимен шешкен, емлемен шешкен жоқ. Тасы ума жоқ, тас о ума. Мұнда тағы да мына оны қалай оқитыны ол белгісіз. Міне көрдіңіз ба, осындай проблема болып тұр. Бір удың жыры неше түрлі болып кетті. Иге келейік. Енді ана ұзын и мен қысқа и бар ғой жаңағы. Екеуін екі түрлі дыбыс деп бізде ұзын и мен қысқа біздің тілімізде, дыбыстық жүйемізде. Жаңа айттым ғой сіздерге, қазақ тілі де барлық тілдер сияқты екі-ақ формада өмір сүреді. Ауызша формада және жазбаша формада. Екеуі бір-біріне дөп келу шарт емес. Жаңа себебі ауызша тілдің өз қызметі бар. Ауызша тілді қазіргі жағдаятқа коммуникацияны орнату үшін қажет. Ал жазба тіл бұл ғасырлар бойы сақталады. Оның кодтау күші мықты болу керек, кодификациялық күші. Мысалы, ана қияр мен помидорды жазда тұздап қоясыз да қыста жейсіз ғой. Сол сияқты жазу қазір болып жатқан жағдаяттарды консервілеп ғасырларға сақтайды. Сондықтан оның қазіргі сенің аузыңнан шығып жатқан дыбысты таңбалау маңызды емес оған. Оған сенің ойыңды дұрыс жеткізу маңызды. Енді осы тұрғыдан келген кезде, тіпті дыбыстық тұрғыдан келген кезде де жаңағы біздің әріптестеріміздің ұсынған әліпбиінде қиындықтар бар. Мысалы, олар айтады, мына ұзын и бар ғой, Кириллдегі ұзын и. Кирилл деп қояйықшы. Мысалын жазып қояйық, институт деп. Осы ұзын иді дейді, ол кісілердің жобасы бойынша латында жоқ, мынаумен таңбалаймыз дейді. Ал қысқа и бар ғой мына. Соны уаймен. Иә, мысалы тай дегендегі, өзіміздің тай деген сөздегі қысқа иді дейді, латында дейді, уаймен таңбалаймыз. Жақсы келісейік. Бірақ мен сізге айтайын, мына ол кісілердің мына таңбасында екі мазмұн бар. Біреуі мына ұзын идің өзі болса, екіншісі кәдімгі қазақтың іні дегендегі ісі. Енді мен мысалы бағана сізге жаздым ғой, мысалы тире. Енді осыны былай оқуға болады. Тире деп те оқуға болады, тіре деп те оқуға болады. Ондай сөздер көп. Енді жарайды, мынаны уаймен жазамыз деді, және идің бәрін таратамыз деді. Енді сонда былай болады, түрін қараңызшы қазақтың сөздерінің. Ит дегендегі. Оның жыры оңай, иттің жыры. Итті әйтеуір ақырындап қалпына келтіріп алуға болады, ит екен ғой мынау деп. Енді мынаның түрін қараңызшы, мен түрін тұрмақ жазылуын да білмеймін. Біз бұл кісілерге айттық, жарайды, осылай жазайық, онда бізге ереже жасап беріңізші. Кісінің есімі бар, Иса деген. Қалай жазамыз Исаны? Қалай жазамыз Исаны? Қысқа и сама жоқ, қысқа и сама. Ой сама жоқ, и сама. Тарихиді қалай жазамыз? Тарихи. Ондай сөздер өте көп. Тарихиді қалай жазамыз? Тарихи деп ешкім айтпайды. Қалай жазамыз? Онда жіңішке жазамыз ба? Тарихи деп. Онда бұл кісілердің ережесі несі жаңағы принципі жүрмей қалады. Бәрін жоң болса жоң, жіңішке болса жіңішке жазамыз деген. Бұл мәселе және өте көп. Енді қараңыз, мына жердегі проблема әсіресе осы бізді қинап тұр. Мысалы қараңыз,
мысалы мына қазақтың імен тұратын сөзі бар ғой, соны ертең имен оқып кету қаупі өте жоғары. Өйткені оның қызметінде иде бар ғой. Түріктер сияқты. Олар үден сөйтіп айтқан ғой. Үні айтпай, орнына иді айтты екен. Бұл бізге өте қауіпті, біріншіден. Екіншіден, мынандай жазумен, міне қараңызшы. Туу туралы куәлік дегенде мен қазіргі әліпбимен жазамын. Оқылады ғой, иә? Куәлік деген міне. Міне қазіргі әліпбимен туу туралы куәлік. Енді мен мына әліпбимен жазамын. Ой, мынау мен қате жаздым куәлік деген. Былай ғой. Куәлік. Біздің әліпбимен осылай. Ал мына әліпбимен былай. Міне, ноқаттағы қараңызшы. Сосын мынаны қараңыз. Енді бұл бір ғана тіркестің ішінде, ал қазақтың мәтінін имен келеді, умен келеді, жаза берген кезде, бұнымен жаза берген кезде, ол мәтін 15%-ға ұзарады екен. Мыналар таратып жазамыз ғой, таратып жазғанда 15%-ға ұзарады екен. Біріншіден, екіншіден, адам бүйтіп келе жатады екен де, біз жазып көрдік осы әліпбимен. Мына жерде ы жазам ба, и жазам ба, о жазам ба, ы жазам ба, ү жазам ба, ойлана береді екен, тоқтай береді екен. Мысалы, қазіргі әліпбиді айтайын. Қазіргі ұсынылған, ғалымдар ұсынған әліпбиде мынандай таңба бар. Бұл таңбаның дыбыстық мазмұнында төл сөзде былай, кірме сөзде былай деген мәселе жоқ. Жалпы осы ұсынылған әліпбиде барлық таңбалар бірізді тек қазіргі қазақ тіліне арналған. Яғни сіз ол әліпбиді қолдансаңыз, қазақ тіліндегі кірме сөз қайсы, төл сөз қайсы деген мәселе сізді мазаламайды. Енді мысалы мына таңбаның қазіргі әліпбидегі мазмұны үшеу болғанда негізі екеу ғой. Біріншісі қысқа и кәдімгі. Екіншісі и және и тіркес. Мысалы қараңыз, тай деген сөзді жазсаңыз, былай жазасыз. Тай. Ары қарай кеттік. Кино деген сөз. Кино деген сөзді жазсаңыз, бір ғана кино деп жазасыз. Бірақ балаларға үйреткенде бүйтіп үйретеміз. Дауысты дыбыстың таңбасынан кейінгі тұрса, мынау дауыссыз. Кәдімгі дауыссыз. Ал мына жерде тұрса, ол дауысты да емес, дауыссыз да емес, шартты таңба. Бұны тарқатамыз. Қазіргідей ғой, қазір келудегідей. Міне. Транскрипциясы. Енді қараңыз. Енді орыстың сөзінің бәрі қазақшаланады. Енді маған бір мәселені... Енді міне, айтайын, жаңағы ұлды айтайын. Мынау таңба қазіргі әліпбиде тура осылай өзіміздің төл тіліміздегі дауыссыз болуын білдіреді. Сонымен бірге у және у тіркесін білдіреді. Мысалы, тау. Енді орыс сөздерінде, туризм, мысалы туризм деген сөзді алайық. Туризм деген сөзді былай жазасыз. Қараңыз, мына сөзді былай жазғанда, сосын мына сөзді былай жазғанда, оның тұрқы тез оқылады. Енді осыны біз орфоэпиясын үйреткенде бүйтіп үйретеміз. Мына тұрған таңба, ол мына тіркесті білдіреді. Мынау туризмдегі мынаны білдіреді. Міне, туризм кәдімгі қазақша айтылады. Жазылу орфоэпиясы. Сонда бұлай шет сөзде бұлай, орыс сөзінде бұлай деген жоқ. Бұның мазмұны кәдімгі негізгі мазмұны өзіміздің төл тіліміздегі дауыссыз дыбыстарды таңбалау. Енді оны айтсам. Енді ыға байланысты айтайық. Осы жерде мына таңба. Сосын мына таңбаның мазмұны туралы жұрт дауласып жатыр. Бұл жерде бұлай. Мына қазіргі біздің әліпбиде мына таңба ыны білдіреді. Мынау ыны білдіреді. Енді біз бұған шын айтқанда бар ғой, жетіскенден бұны таңдап отырған жоқпыз.
латын графикасында таңбалардың саны кириллге қарағанда аз. Және латын графикасында таңбалар кириллге қарағанда жұпыны. Өйткені олар одан бұрын қалыптасқан. Бірақ таразыға салсаңыз, бәрі латын басып тұр. Неге? Оның танымалдығы өте жоғары. Латын әліпбиінің қазіргі қазақ қоғамының санасындағы концептілері бәрі оң. Біз зерттедік қой әліпби концептісін. Концепті дегенді өзің жақсы білесің ғой. Негізі кез келген жазу, кез келген қоғамдық мәселе адам санасымен байланысты болу, санасына икемделу керек. Сонда қазір қазақ санасында латын сапа деген концептімен байланып тұр екен. Ол жақсы ғой бізге, ол өте жақсы. Сондықтан біз латын таңдап отырмыз. Енді қараңыз, мына жерде біз басында бүйтіп ойлағанбыз. Осы мынау «ы» бола берсін. Ғалымдар, біздің ғалымдар, мынау «ы» бола берсін, ал мынау «и» болсын дедік. Бірақ, мысалы, мынау «и» болатын болса, мына иттің түрін қараңыз, мынаны кім ит деп таниды? Институттың түрін қараңыз. Мынау институт деп оқылмайды. Жаңа мен өзіңізге айттым ғой, жазу ол сөздің образы. Сөздің образы әбден адам санасында қалыптасқан кескінмен сәйкес келсе, жазу тез жүреді. Енді бірақ мынаның бір плюсы бар. Бір үлкен плюсы бар. Ол қандай? Біз сауалнама жүргіздік жастар арасында. Сауалнама жүргізген кезде айттық, сендер күнде SMS-ті мысалы латынмен жазатын болғанда жазып жүрсеңдер егер және қазір жазып жүрсеңдер осы сәтте сіздер «ы» деген қазақтың әрпіне қандай латын таңбасын аласыздар деп бірнеше ұсынысты көрсеткен кезде мынау жеңіп шықты ғой, «ы» болып шықты мынау. Қазіргі қоғам мынаны «ы» деп оқиды екен. Оның ар жақтағы негіздерін іздедік. Сөйтсек, мысалы қараңызшы, мынада екен ғой қазіргі Алматының Алматы осылай жазады. Осылай жазады. Ағылшынша да осылай жазады. Иә, көрдіңіздер, мынаған жұрт үйреніп алыпты ығылғанға. Бір. Екіншіден, бұл таңба жақсы, бұл таңба біреулерге ұнамауы мүмкін. Бірақ бұл таңба бедерлі таңба, тұтас таңба. Жаңағы «ын» сияқты да, оның үстіне ешқандай шарттылықтар қоймаймыз. Жаңағы қосымша диакритика қоймаймыз. Сондықтан біз амал жоқ, оның тұрқы сопақтығы ғана бізге ұнамайды. Тұрқы сопақ болса да, амал жоқ, біз осы таңбаға тоқталдық. Өйткені біз мына иді осы күйінде алуымыз керек болып тұр. Неге? Себебі идің жиілігі, ының жиілігінен аздау, бірақ жалпы басқа әріптермен қарағанда салыстырған жиілігі жоғары. Және ол танымал. Орыс сөзінде қазақтың сөзіне айналдырып жіберіп тұр, мені көрдіңіз бе кино деген кезде. Өзіміздің сөзді жазуға да ыңғайлы болып тұр. Сондықтан жазу ықшам ыңғайлы болады. Ереже жасау да оңай. Міне осыдан басқа ереже жоқ. Осыдан басқа біздің әліпбиде қиындық жоқ. Бұл тіпті қиындық та емес. Өйткені біз бұны кириллден білеміз. Мен жаңа өзіңізге айттым ғой, кириллден латынға ауысқанда біз кириллдегі базалық нормаларды өзгертпегеніміз абзал. Өйткені қоғамда көп сұрақтар туындайды. Анарқан, енді мынандай әңгімелер болып жатыр. Мына бізге жат дыбыстар бар ғой, жаңағы Ф бар өзіңіздің фамилиямыздағы. Сосын тағы да орыстан кірген қандай әріптер бар еді бізде? Б бар. Б бар, сосын Х бар. Ш бар, анау ашы дегенде жазатын. Жоқ, Ш, ол өзімізде де бар ғой, Ш. Шашпау дегендегі Шымыз ғой му? Енді соларды неге алдық деген мәселені жоқ, біз шет тілінен енген сөздерге қажетті деп мына таңбаларды қалдырдық. Бұлар расымен де тек қана шет тілінен енген сөзде қолданылады. Одан кейін мен былай жасайыншы, бұларды бар ғой, бұларды бір адамдар зерттіші. Қазақ үшін етене жақындарын бірінші жазайын, сонан кейін мынау бар, сонан кейін мынау бар. Енді қараңыз, осы үш таңба, үш таңба алынды. Мұнаның жағдайын айтайын. Мынау. Біздің тілімізге Ресей мен арабтан да келген. Иә, ол кезден емес. 9-13 ғасырлар аралығында қазақ даласына ислам тарады. Сол кезде келген. Бұл сол кезде келген. Керек десеңіз, бұл ол кезден бұрын да келген. Арафа деген. Бұл ол кезден бұрын да келген. Себебі біз сақ мәдениетінің мұрагеріміз, ал сақтар өз мәдениетіне парсыны негіз қылып алған.
иә, ол сақ мәдениетінде парсылық дүниеліктер көп. Сол жерден де келген парсы сөздері бізде бар қазір. Енді мысалы бұны неге аласыз дегенде, жақсы бір анекдот шықты, менің фамилиямен байланыстырады. Ол менің атам, Фазыл атам, иманды болғыр. Ол неғып оның аты ондай болды? Міне, қазақ мәдениетінде исламның дүниеліктері руханиятының ортасына барып, өзегіне барып орын алған ғой. Енді сіз мына аятты алып тастасаңыз егер, орыс сөздерін жаза алмай қаламыз деген мен үшін мазалайтын мәселе емес. Орыстың сөзіндегі ф-ның бәрін п-мен жазуға мен қарсы емеспін. Ал бірақ сіз Фарабиді Параби дейсіз ба? Онда сіз ана Парабиіңізді мәтін ішінде кім таниды? Кім екені кім таниды? Ондай мысалы толып жатыр ғой ф-мен келетін. Фузули, Абайдың өлеңінде. Фузулиді қалай жазасыз? Мынаны кім таниды? Былай жазсаңыз, бұл басқа бір сияқты болып кетеді ғой. Содан кейін ф деген, ол кәдімгі, жаңа өзіңіз айттыңыз, арафа. Арафаңыз арапа болады. Осындай өзгерістерге біздің жазуды шалдықтырады. Бұл адамды, мына оқып отырған адам, жазуды оқып отырған адам, мүдір, тоқтап, ойланып отырса, ол жазудың қуат сыйымдылығы жоғары дейді. Қуат сыйымдылығы жоғары жазу, ол өте қолайсыз жазу. Сондықтан біз мына таңбаны қалдырдық. Өйткені бізде бұл араб тілінен енген сөздер өте көп. Және қызығы, осындай сөздерді қолданған орта, ол діни дискурс екенін мынау ажыратып тұрады. Мынау діни дискурс екен ғой. Діни дискурстағы біздің имамдарымыз, теологтарымыз, исламтанушыларымыз осы ф-мен келетін сөздерді қолданғанды жақсы көреді. Мысалы, ифтар дегенді жақсы көреді. Көрдіңіз бе? Арапа емес, арафа деп айтқанды жақсы көреді. Тілдің стильдік саралануы неғұрлым көбірек, неғұрлым алуан түрлі, неғұрлым жаңағы бедерлірек болса, ол тіл өте жетілген тіл, қоғамның әр саласына қызмет ете алатын тіл дейді. Сондықтан біз ф-дан бас тарта алмаймыз. Енді мынаған келейік. Және бұны алудың бір қызық себебі бар. Мына тілдің дыбыстық жүйесі басқа тілдің қабаттарына қарағанда, мысалы лексикалық жүйесі сияқты қабаттарына қарағанда, сыртқы әсерге онша бір тез шалдыға қоймайтын ерекше бір іргелі жүйе өзі. Бірақ ол да сыртқы әсерге шалдығады, ол да өзгереді. Сонда тілдің мысалы о баста қалыптасқан дыбыстық жүйесі уақыт өте келе, мысалы уақыт өте келе басқаша бір жаңалықтармен, мынандай өзгерістермен, мысалы өзгерістермен өстіп дамып отырады. Міне осы жерде мына ф-ға келсеңіз, қазіргі ауызша сөзде мынандай екі сөз бар ғой, көлігімнің фары бұзылып қалды, мысалы парад жегіп апты дегенде. Қараңызшы, мына ф, жаңағы мен айтқан жаңа, тан сияқты бір сөздің болса да мағынасын ажыратып тұр. Яғни бір сөзге болса да қазаққа бұл қызмет етіп тұр. Яғни бұл сөз, бұл дыбыс. Ф деген әріп таңбалап тұрған, мына дыбыс болашақта қазаққа әлі қызмет етеді-ау деп ойлаймын. Енді мынаған келейік. Мынау, мен негізі дұрыс жасаған жоқпын. Мына жерде тұру керек еді. Бұл мәртебесі бойынша қазақ тілінің дыбыстық жүйесінде бірінші тұр. Міне қараңыз. Қаһарман. Міне, мен мына қараңыз. Мынау не істеді? Қошты өзгертіп жібердік қой. Қошты өзгертіп жібердік қой деймін қазақшаға. Рахметті өзгертіп жібердік. Қошиыз. Өзгертіп жібердік. Қошиыз х-мен жазылады. Қошиыз. Қош болса өлең көргенше қ-мен жазылады. Көрдіңіз бе? Не істеді? Мағынаны ажыратты. Қазаққа қызмет етіп тұр. Хат, сүт хат жаз. Міне, бұл мына мәртебесі бойынша ф-дан да жоғары. Бұл енді бастаса, бұл баяғыдан бастады. Қазаққа қызмет етуді. Сондықтан бұдан бас тартудың қажеті жоқ. Енді ф-ға келейік. В-ның мыналардың ішіндегі мәртебесі ең төмен. Бұл әзірше ешқандай да мағына ажыратып тұрған жоқ. Менің болжауымша, бұл әлі ажыратпайды да, бәлкім бұл мүмкін әліпбиден түсіп қалады. Енді бұны болашақта. Бұл неғып тұр? Бұл былай. Біз шет тілінен енген сөздерді жинадық. 14.600-ден астам негіз сөз бар екен шет тілінен енген. Сол негіз сөз қазіргі қазақ мәтіндерінде 330.000 қолданыста бар екен. Ол былай, Есенгүл ханым. Мысалы, бір институт деген сөз.
сол институттың түрленімін айтайық. Институт аралық, институт ішілік деген ол екі сөз болды. Институттық десек ол 3 сөз болды. Көрдіңіз бе? Сондай шет тілдік сөздердің түрленімін біздің терминологтар санапты, ол 330 мыңдай екен. Ал негіз сөздің өзі 14 мыңнан астам. Шамамен бір 16 мың ба сондай сөз шығар енді. Біз қазіргі кезде санап алғанымыз сол. Енді солардың ішінде в-мен келетіндердің саны, мен қателеспесем, 2 мыңдай. Иә? Енді жарайды. Оларды біз ойладық. Сосын олар в-мен жазайық деді. Мынаны алып тастайық әліпбиден деді. Содан әлгілердің бәрін в-мен жаздық та, жұртқа оқыттық. Олар түсінген жоқ бұл не сөз екен. Мысалы, вирустық дегенді бүйтіп жаздым. Мысалы, вирустық. Мынау не екенін түсінген жоқ. Тағы да осындай сөздер көп. Мысалы, инклюзивті білім беру дейді. Бұл біздің санамыздың неғып кеткендігінің несі ғой? Иә, инклюзивтік. Мен инклюзивтік деп жазсам, қарашы, мынаны лингвистер түсінеді, қазақ тілділер түсінеді, бірақ осы саланы мамандар оқпайды, түсінбейді. Енді қараңыз, біз бұдан құтылудың 2 жолын ойлап тауып отырмыз. Құтылудың дейміз ба, енді бәлкім бұл өзі кетпей қоя ма, оны өзі тілдің тағдыры көрсетеді. Бірінші жолы авто, евро, аван деген сөз алды, қосымшалары бар екен. Осының барлығында мына в-ның орнына у-ды жазамыз. Біздің ережеде сол параграф бар. Яғни енді автомат дейміз. Автомат, автобан, автокөлік болады. Евро де бұрыннан бар. Енді аван сақина емес, ауан сақина болады. Сонымен бірге анықтағышта, қазақ тілінің анықтағышында КВ деп келетін тіркестерде бұны Q деп алу мәселесі қазір қаралып жатыр. Квадрат емес квадрат, квант емес квант. Яғни қазақша дыбысталуға жақындатамыз. Сол кезде қазір мынау күшейіп тұрған бұмыз ақырында азаяды. Егер бұны бірден алып тастап, бірден мына сөздердің тұрқын өзгертіп тастап, ол эволюция емес, ол революция болады. Революция ол қантөгіске апарады, білесіз ғой. Сондықтан жазу мәселесінде біз қоғамның санасынан алшақ дүниелер жасай алмаймыз. Осы әліпбиді жасауға 3,5 мың тіл ғалымы қатысты деп жаздыңыздар, иә? Айттыңыздар. Енді бірақ жаңа мен білетін тіл ғалымдар, Әлімқан Жүніс, Ерден Қажыбек, Анар Салқынбай, тағы Орынай Жұбаева сияқты ғалымдар біз қатыспадық деп олар сынап жатыр. Сонда қандай ғалымдар қатысты, соны бір айтып өтсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Жаңа сіз атаған біздің әріптестеріміз кезінде былай болды, орфографиялық жұмыс тобы құрылды. Орфографиялық жұмыс тобының құрамына біздің институттың, жаңа мен өзіңізбен сөз басында айтқан, осы жазу мәселесіне қатысты тіл салаларының мықты белді мамандары мүшелікке алынды. Соның ішінде профессор Нұргел Дұғалиев бар, қаншама орфографиялық сөздіктің авторы. Ол кісінің кандидаттық диссертациясы қазақ жазуының шежіресі, фонологиялық негіздеріне арналған. Кәдімгі әрбір таңбаның мазмұнын, дыбыстық мазмұнын, жазуға түскен кезде неге оның тұрқы осындай болатыны деген мәселені өте терең зерттелген ол кісінің диссертациясында. Бұл кісі және Рабиға апайдың шәкірті, қасында жүріп, қазақ орфографиялық сөздіктерінің барлығының басылымында енді орындыққа, былайша айтқанда, байланып еңбек еткен. Осы сөзді қаттырақ айтып тұрмын, байланып деп, себебі академик Абдуәли ағай жас кезімізде бізден сұрайтын, сендер нағыз ғалымды кім деп ойлайсыңдар дегенде, біз енді ойымызға келгенді айтатынбыз ғой, жаңағы ақылды, білімді деп сонда айтатын жоқ. Нағыз ғалым деген құйрығы орындыққа байланатын адам деген. Енді осындай еңбекқор ғалымымыз, содан кейін Айман Алдашева, профессор Айман Алдашева бірнеше орфографиялық сөздіктің авторы, ол кісі де Рабиға апайдың осы кодификациялау мектебінен өткен. Жазу теориясынан тұңғыш докторлық диссертация қорғаған нағыз жазу теориясының маманы, былайша айтқанда грамматолог, қазіргі лингвистикалық терминмен айтқанда Құралай Көтерейінова бар жаңа орфографиялық жұмыс тобында. Содан кейін мынау бірнеше жыл сабақ беріп, мынау жоғары оқу орындарындағы қазақ тілінің әртүрлі саласы бойынша монографиялар жазған профессор Бағдан Мунова бар. Сонымен бірге
ономастика мәселесінде көп еңбек етіп жүрген жалғыз өзі қазір үлкен мектебі бар ғалымыз Қыздархан Рысбекова апайымыз бар, бірақ ол кісі орфографиялық жұмыс тобында емес, бірақ ол кісі мен ол топта жоқпын деген жоқ, үнемі бізге кеңес беріп отырды. Өйткені кісі есімдерінің жазылуы, жер суаттарының жазылуы бәрі алдымызда шығып отырды. Сонымен бірге жас ғалымдар бар. Тағы да бір ерекше айтатын ғалымымыз ол академик, филология ғылымдарының докторы профессор Базарбаева Зейнеп Мүслімқызы бар. Зейнеп апай қазіргі қазақ фонологиясы, жаңағы тілдің, санадағы тілдің таңбаларын зерттеген тұңғыш біздің қазіргі кездегі ғалымымыз. Міне ол кісінің монографиясы бар, қазақ тіліндегі фонология тұр. Және мен айтқан әлгі дыбыстардың даму жүйесін, фонологизацияны тұңғыш зерттеген үлкен ғалымымыз. Сол сияқты орфографиялық жұмыс тобында Ерден ағайымыз бар, Әлімхан ағайымыз бар. Ерден ағайымызды білесіздер енді, мынау Әбдуәли ағайдың шәкірті, түркі дүниесі, түркі тілдеріндегі, қазір қазақ тілде сол түркі тілінің өкілі ретінде түбір мәселесін терең зерттеген түбір танушы. Сол сияқты Әлімхан ағайымыз бар. Әлімхан ағайымыз енді кәдімгі ауызша сөздегі дыбыстардың бүкіл жүйесін, қазақ тілінің ауызша сөзінің дыбыс жүйесін түгел зерттеп ерекшеліктерін анықтаған ғалым. Жастардың ішінен ғылым кандидаттары Айсәуле Аманбаева, Алмагүл Хабиева. Жарайды, жақсы ғалымдар. Бұл біздің институт қана. Орфографиялық жұмыс тобында Қазақстанның басқа өңірлерінен де мамандар. Жақсы, ол түсінікті болды. Иә, ары қарай біз кішкене уақыт тығыз. Жаңағы сіз айтқан кісілер орфографиялық жұмыс тобының құрамында болды. Бірақ ол жұмыс тобының құрамы өзгеріп отырады. Сол кезде олар бір кездер бізбен бірге жұмыс істеді орфографиялық жұмыс тобында. Кейіннен олар шықты. Сондықтан енді ол кісілер менің айтқаным ескерілмеді десе, ол сөздеріне мен келіспеймін. Себебі кейін ол кісілер орфографиялық жұмыс тобында болмаса да, жұмыс тобының жұмысын ұйымдастыру барысында ол кісілерді арнайы баяндамалармен шақырғанбыз. Бірақ жұмыс тобындағы ғалымдар ол кісінің пікірімен келіскен жоқ. Жақсы, келістік. Енді мен сұрайын деген, бізде қазақ қоғамы екіге бөлінеді. Орыс тілді қоғам, қазақ тілді қоғам деп, сіз қалай ойлайсыз? Егер біз латын графикасына көшсек, орыс тілді қоғам кирилл графикасында қалса, қоғам одан әрі алшақтай бермей ма бір-бірінен? Өйткені сізге де маған да жасырын емес, біздің басқарушы биліктің негізгі тілі орыс тілі. Қалай айтсақ та да. Осы дұрыс. Осыған бар ғой, менің көзқарасым мүлдем басқа, есен ғой. Себебі бар ғой, бізде бір құбылыс бар, бірақ соны ешкім айтпайды. Мысалы, балабақшаларды сіз аралаңыз. Қазақ балабақшаларында бұрын бірде-бір орыс ұлтының балалары болмайды, қазір көп. Қазақ мектептерінде оқып жүрген өзге ұлт өкілдерінің саны көп. Неге екенін білмеймін, осы мәселені айналысу керек. Сонан кейін қазақ тілділер, орыс тілділер осылай арасы алшақтады деген енді месседжі. Осыны мен күдікпен, күмәнмен қараймын. Өйткені 30 жылда ол алшақтай беру мүмкін емес. Ол қайта жақындаған сияқты. Бірақ оны әлі ешкім зерттеп, анықтап жатқан жоқ. Менің ойымша, осыны дұрыстап алдымен өзіміз үшін зерттеп анықтауымыз керек. Жоқ, ол жақындап келе жатыр ғой, бірақ бәрібір біздің қоғамда қазір қазақ тілінің өзінің бір орнына барды деп айта алмаймыз. Терминология қалыптасқан жоқ. Барған жоқ. Банк тілі, күшті тенденциялар бар. Банк тілі қазақша сөйлемейді. Тенденция деген тоқтамайды. Тенденция бар, бірақ біз әлі 30 жылда тілдің статусын әлі айтып келе жатырмыз. Әлі өзінің орнына қойғыза алған жоқпыз да. Басқа мәселе ғой, сіздің сұрағыңыз жаңағы латын ғой. Иә, латын. Жоқ, егер біз латынға көшсек, керісінше қазақ тілді қауымдастықтың имиджі көтеріледі. Қазақ тілінің статусы көтеріледі. Ал енді қараңызшы, мынандай әлеуметтік әртүрлі топтардың ортасында бір топтың имиджі көтеріліп, статусы көтеріліп, беделі артып жатса, қалғандар оған тартылады. Сіз оған сенімдісіз? Мен оған сенімдімін. Жақсы. Енді мына латын қарпіне қашан көшеміз деп отырмыз? Өткен жолы ұлттық комиссияның отырысында премьер-министрге білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы білім беру жүйесін латын әліпбиіне көшірудің қадам-қадамдық жоспарын таныстырды. Сол жоспар бойынша биылғы жылы дайындық жұмыстары жүреді. 21 жылы балабақшаның жоғары топтарында, яғни мектепке баратын топтарында латын әліпбиі сол деңгейге лайық түсіндіріледі. Әртүрлі құралдар арқылы 22 жылы 1-ші сыныптың баласы латын әліпбиімен қолына әліппесін алады.
сөйтіп ары қарай ол жылжи береді. Және мына жақтан 11 сыныпта оқитын балаларға 22 жылдан бастап 11 сыныпта оқитын, 10-9 сыныпта оқитын балаларға факультатив түрінде латын әліпби таныстырылады. Ал толығымен қашан көшеміз? Толығымен қашан көшетінімізді мен қазір айта алмаймын, себебі сол жиында бізге тапсырма берілді. Осыған жауапты барлық мекемелер, барлық ұйымдар, барлық министрліктер осы латынға көшудің жоспарына ұсыныс енгізіңіздер деді. Біз ұсыныстар енгізіп жатырмыз. О баста бекітілген жоспар бойынша 25 жылы көшу аяқталатын болған. Бірақ кейінге созылды деймін ол, Енді ол міне қараңыз, қазір кейінге бір 2-3 жылға меніңше созылды. Бірақ менің ойымда анау қадам-қадамдық жоспар жасалған кезде, мен оны көрген кезде қуандым. Өйткені бұл мәселе қоғамда бірте-бірте ақырындап, жаңағы бірізділікпен жүзеге асқаны жақсы. Лап беріп бірден оны енгізіп жіберу кішкене ауырлау болды.